Arkadaşlarım, ben Tansu Zaydaroğlu. Men Bektas Faysal'dırмын. Ben Amina Adiptur. Ben Arul Ақылдымын. Ben Рысқа Ынталымын. Жақсы, рахмет. Енді балалар, өткенде бізге үйге берілген тапсырма қандай еді? Өткен сабақтарда және кәсіптер деген тақырып өткенбіз, иә? Енді қысқаша қазір вордфол әдісі арқылы үй тапсырмасына қысқаша қайталау жұмыстарын жүргізіп жіберейік. Жақсы ма? Все. Экранға қараймыз. Экранға қараймыз. Қазір әр ұяшықтардан сұрақтар шығады. Мен өзім айтып отырамын. Кезек-кезек қолдарыңызды көтеріп жауап бересіздер. Жақсы ма? Жақсы, бірінші сұрақ. Бір 1766 жылы орта жүз қазақтарының өмірін бақылаған инженер құрылысшы кім? Және ол қазақтардың қолөнері туралы не айтқан? Кім жауап береді? Бектас. 1766 жылы орта жүз қазақтарының өмірін бақылаған инженер құрылысшы Иоганн Готфрид Георгий болатын. Бұл орта жүз қазақтарының өмір салтын зерттеп, тұрмыс-тіршілігін және де олардың шаңырағын, киіз үйін құрылысымен қатты тамсанып, аса бір мәлімет жаза кеткен болатын. Жақсы, рахмет, керемет. Келесі сұрақ. 1769 жылы Паулас қазақ даласына саяхат жасады. Қолөнердің қай түрі туралы көп мағлұмат жинады. Ал қазір 1769 жылы Паулас қазақ даласына саяхат жасап, теңіз болсын үшін мүдеу және де экосүшілігі туралы толық зерттеген болатын. жақсы, керемет. Келесі. Үшілер деген кімдер? Жауап бересіз. Тап берсін. Үшілер деген киіз үйдің ағаш қаңқасын келеде оқ, шаңырақ, есік жасайтын ағаш шеберлері. Олар өте жоғары бағаланған мамандар болған деседі. Жақсы, рахмет. Келесі. Көшпелі қазақтардың кеңінен тараған қандай қолөнер түрлерін білесіздер? Алтынжан. Көшпелі қазақтарда кеңінен тараған қолөнер түрлері мынадай: ағашшылық өнер, ұсталық өнер, зергерлік өнер, киіз басу, шит тоқу, тоқымашылық және кестелеу. Жақсы, өте керемет. Жақсы. Келесі, жақсы. Келесі, Бекзат оқыңызшы, екі сұрақты. Көшпелі қазақтардың натуралдық шаруашылығында мал шаруашылығы өнімдері қай кәдеге жаратылған? Жауап бересіз. Кім жауап береді? Мал жүні және терісі сүйегі толығымделіп, тұрмысқа қажетті заттарға айналған. Жүннен киім, жіп, арқан жасалды. Ал теріден киіз, киім, аяқ киім, ыдыстар, бесіктер жасалды. Сүйек және де мүйіздерден тұрмысқа шеберлік заттар жасалды. Жақсы, керемет. Келесі кім? Әдет оқиғы. Қазақтардағы киіз үй бұйымдарының үлгілеріне не жатады? Жауап береді. Жақсы. Жақсы тұрады. Киіз, ескі, құрылымдары, шаңырақ, келеде, оқ, сықырлақтан тұрады. Жақсы, керемет, жарайсыздар балалар, рахмет. Енді қазір біздер жаңа сабақты бастамас бұрын ең алдымен топқа бөлеміз. Түйе керуені әдісі топқа бөлінеміз. Қазір сіздер қарайсыздар, әр ұяшықтағы түйенің суретін таңдап, оның артындағы бір немесе екі деген сандар тұрады. Соған байланысты топқа бөлініп отырасыздар. Жақсы ма? Жақсы, сұрақтарды сұрайық. Бір саны шыққанда бірінші топ мына жаққа, екі саны шыққанда екінші топ мына жаққа тұрасыздар. Ана ашық сабақтардың видеосын жіберсеңдерші, салай. Жақсы, тестен отырайық балалар. Тест. Жақсы балалар, енді жаңа сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен жаңа сабағымызды бастамас бұрын қазір сіздерге кинематография әдісі арқылы экранға бейнеролик шығарды, иә? Сол бейнероликті көру арқылы сіздер жаңа тақырыпқа ой шақырасыздар. Жақсы ма? Екі топ экрандағы видеоны мұқият қараймыз.
After I was in the wonder. So, Жақсы, рахмет. Енді бейнероликтен не байқадыңыздар, қандай мағлұмат алдыңыздар, ой бөлісіп пікір алмасамыз, бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбын ашамыз. Бейнеролик көру арқылы. Кәне, ойланамыз. Топтар ойланамыз. Dayımız var mı? Жақсы, сіздер отырар, үш топ. Біз бұл видеода жібек құрттарының өсуін және жібек құрттарынан жібек матасының алыну жолдарын көрдік. Және де осыған байланысты біз өтетін тақырыбымыз ұлы жібек жолына байланысты болады деп ойлаймыз. Ұлы жібек жолына байланысты. Жақсы, келесі сіздерден екінші топтан көңілден аламын. Бұл жібек топтары олар өткен конкурс бойынша жібек матасынан бала жемістерді өндірді. Және осы сабақтың тақырыбы ұлы жібек жолы деп ойлаймын. Жақсы, тағы кім бар, кім ой бөлісіп пікір алмаса, алғысы. Жаңағы алдыңғы жатсымада топқа бөлінуде түйелер арқылы бөлінген болатын. Ал бұл түйелер жібек жолының ең негізгі бөлігі болып табылады. Ол шөлге жиналды, ұзақ уақыт жиналады, бірнеше уақыт су жиналғандықтан бұрынғы саудагерлер түйені таңдаған болатын. Жақсы, рахмет. Дұрыс айтасыздар, жаңағы топқа бөлудегі түйе керуен әдісінде ол кездейсоқ алынған жоқ. Оның барлығы сіздерге бүгінгі жаңағы сабағымызға қатыстырылды. Жақсы, өте жақсы. Енді қараңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сіздердің пікірлеріңізді қорытындылай келе Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы ұлы жібек жолының рөлі деген тақырып. Жақсы, енді бүгінгі жаңағы сабақтың мақсаты Қазақстан аумағындағы қалалардың пайда болуы мен дамуындағы ұлы жібек жолының рөлін таңдаймыз. Ұлы жібек жолының Қазақстан аумағындағы бағыттар мен жолдарын зерттейміз. Ұлы жібек жолының пайда болуын тарихи маңыздылығын түсіндіреміз. Және ұлы жібек жолының экономикалық, саяси, әлеуметтік әсерін анықтап, оны сипаттаймыз. Жақсы ма? Жақсы. Бүгінгі тақырып дәптерге жазылған Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы ұлы жібек жолы. Жаңа сабақты бастамас бұрын сіздердің алдарыңызға бағалау парақтары берілген. Осы бүгінгі сабаққа қатысты бүгін таксономиясы бойынша 5 тапсырма бойынша жаңа тапсырманы орындайсыздар. Сол бағалау парағына өздеріңізді бағалауды ұмытып кетпейміз. Балалар, әрқайсыңыздың алдарыңызда бағалау парақтары жатыр. Жақсы ма? Жазып қояйық. Енді қараймыз онда. Келесі. Енді тапсырмалар бастайық. Бірінші тапсырма қараймыз. Қазір экранға жасанды интеллект арқылы жасалған қызықты видео шығады. Сол видеоны көріп болғаннан кейін ойланасыздар. Әр топ ұлы жібек жолы туралы қызықты 5 мәліметтер айтасыздар. Жақсы ма?
Onun içinde жаңағы Ұлы Жібек жолының қазақтан арқылы өткен қалаларды атап кетіңіздер. Ұлы Жібек жолының қайда болуын, Ұлы Жібек жолы қай мемлекеттен бастау алды, түсінікті ма? Соның барлығын атап кетесіздер. Қазір видеоны жақтан Bizim zamanımızda ikinci asırda Kırgızistan, en Avrupa'nı байланыстырған ірі сауда және мәдени керуен жолдарының жүйесі. Бұл жол Қытайдың Чаңган қаласынан басталып, Шығыс Түркістан арқылы Орта Азияға жеткен. Қазақстан жерінде жол бірнеше маңызды қалалардан өткен. Орта Азиядағы ең ірі сауда орталықтарының бірі жібек, дәндеуіш, металл бұйымдарымен танымал. Тараз немесе Талас металл өңдеу, зергерлік бұйымдар, қыш және доғары өнеркәсібі дамыған қала. Испиджан қазіргі Сайрам, жібек пен маталардың саудасы, қолөнер және тұрмыстық заттардың орталығы. Сауран, жібек, фарфор, асыл-тастар, дәндеуіштер арқылы шағалы саудада маңызды рөл атқарған. Ясы қазіргі Түркістан буддизм мен ислам мәдениетінің кітап жазу және ғылым орталығы. Баласағұн зергерлік, металл өңдеу, қолөнер және базарлармен әйгілі болған. Бұл қалаларда базарлар мен сауда орталықтары дамып, керуендер арқылы жібек, фарфор, қағаз, шай, дәндеуіштер, алтын күміс бұйымдар, қауын-жақ сияқты тауарлар тасымалданған. Сонымен қатар жол бойындағы қалаларда тоқымашылық, металл өңдеу, қыш өндірісі, зергерлік және былғары өңдеу сияқты өндірістер өркендеген. Ұлы Жібек жолы арқылы тек тауар емес, мәдениет, тіл, білім мен технология таралып, елдер арасындағы экономикалық және мәдени байланыстарды күшейтті. Жақсы, көрдік қой, иә? Қазір ойланасыздар. Бес мәліметтен айтасыздар. Сіздер бес мәлімет қызықтан Ұлы Жібек жолы туралы, орындарыңыздан қалалар туралы, жалпы қайда болу бар. Жақсы ма, сіздер бес мәліметтер, иә? Соңғы мәліметтер көрдіңіз. Қайта отайын, қайта жесеңіздер болады. Олға жақсы. Қайта отайын болып бақтаймыз. Бірінші топ, сіздер дайынсыздар ма? Ол сіздер дайынсыздар ма? Аха, ал, қайта берді. Жібек жолы термині кейіннен енгізілген. Ол толғы жөнінде ежелгі. Жібек жолы терминін неміс географы Герцман Виктория 1876 жылы енгізген. Ол бұл сауда жолы туралы Қытай туралы жазған кітабында айтып өткен болатын. Жақсы. Аталымнан қарап, бұл жолда қандай да бір мықты магистрал деп ойлайсың. Алайда тарихшылар айтып өткендей, ол магистралға ұқсайды. Себебі оның көптеген бағыттары болған. Осылайша сауда айналымы көптеген қалаларды қамтыған. Жақсы деген. Ұлы Жібек жолының қашықтығы 12 мың шақырымды құрады. Сондықтан саудагерлер мұндай қашықтықты толық белгілеген. Бұл жағдайда олар ауысыммен жүріп, жолдың ортасында өз тауарларын ауыстырып алып отырған. Жақсы. Келесі қайда береді? Қытай императорының сауда жасайтын серіктестері іздеу үшін жіберген арнайы дипломатиялық кернеуі 10 жылдан кейін бірақ орнаған. Жақсы, келесі. Екі қала, Ұлы Жібек жолында жатқан екі қала туралы мәлімет айта кетсем, бізде ең бірінші қаласы Сайрам Исілчап тұрғындар Исілчап қаласы болатын. Ол Сайрам Исілчап қаласында қолөнер қатты дамып, матасы әсіресе темір өңдеу өнермен қатты Ұлы Жібек жолында танымал болған. Екінші
тарихи тұсында өте қатты маңызы бар қала Баласағұн қаласы. Қарахан мемлекет тұсында ол Қарахан мемлекетінің астанасы бола абай және де ең қызықты тарихи бір фактінің бірі Жүсіп Баласағұн осы Баласағұн қаласында өзінің құтты күні атты білімін кітаптар білімін жинаған. Сіздер күн сайын орындарыңыздан тұрып айта беріңіздер. Жүрек жолы арқылы көп жағдайда жүзім мен мақта, жылқылар мен азықтық дақылдар жеткізілген. Жақсы, келесі. Ұлы жібек жолының пайда болу арқасында қолөнер шеберлері жаңа өнертүрлерін игерген. Жақсы. Шеберлер темірден жасалған бұйымдарды жасау үшін шығыстан, ал шыны жасау үшін батыстан келген. Қоян заманда шірекшікті алғаш болып патша ханым естіңше алғаны айтылады. Аңғылаш етсек патша ханым шәреш қойған кезде оның аяғына ағаш шыныға салғап тұрған жібек қотып түсіппеген. Сол сәтте қорқын жігіт ағашты қойып, әтішесінде алғаш жібек шыға алынған екен. Тасымалдау тақырыбында жібек жолдарының кейбір қалаларының арнайы кестесі белгіленіп отырғанын дейді. Мысалы, керуендер Қытай Боян қаласынан алдыңғы керуеніне шыққан бір апта өткеннен кейін бірақ қозғалғанбыз. Жақсы. Ұлы жібек жолының тарихы өте көне Еуропа, осы саяхатшылардың арқасында ғана сосын байлығымен танысты. Жақсы, рахмет. Енді қараңыздар, бұл жерде жаңа біз тоқталуымыз керек, көбінесе Ұлы жібек жол пойыздар қалалары. Енді сіздер қосымша жаңа бұл жерде толықтырып кетулеріңіз керек. Түркістан, Талхиз, мысалы қалалар қалалары. Сондықтан әділет қылып айтып жүрмеуіміз керек еді негізі. Жақсы, жарайды. Екінші тапсырма сіздерде картамен жұмыс, алдарыңызда карта бар. Көріп қояр. Бірінші топ. Сіздер картадағы ақпаратты оқисыздар. Ұлы жібек жолының Қазақстандағы бағыттарында, тармақтарына тоқталасыздар. Сіздер екінші топ Ұлы жібек жолының дүниежүзілік бағыттарына тоқталасыздар да, картаға шығып, картадан көрсетіп айтасыздар. Жақсы ма? Анда сен Қазақстандағы Сендер Қазақстанда бағыттар, сіздер бірінші Қазақстан бағыттар, онда жақта сіздерді штаб қойыңдар. Жақсы. Келіңіздер бірінші топ. Дайынсыз ба? Тыңдайсыздар ма? Ал келіңіздер. Ең алғашында Ұлы жібек жолы шығыстан бастау алған Қазақстанға кіретін ол Қытайдың Шаңган қаласынан басталып, осы Алмалы жағынан кірген болады. Және де осы жолмен жүріп өтіп, ол Жетісу өңіріне жетті. Және де осы Алматыда Талдар, Талкеңіз қаласына және де осылай Жетісу өңірінде толығымен жүріп өткен болатын. Осыған байланысты Ұлы жібек жолы үлкен ағаш сияқты тамыры жайқалып Қазақстанда да толығымен қалаларды қамтыған болатын. Және де Ұлы жібек жолы тек қана сауданың ғана емес, мәдениет, ғылым, білім және дінді тасыған болатын. Жақсы. Динара, Қазақстандағы негізгі қалалар мен аймақтар маңызды тораптар ретінде танылған. Мысалға Шелек, Жетісу. Бұл жерде тауар алмасу және демалыс орталығы болған. Түркістан діни және мәдени орталық болған. Ал Тараз сауда және саяси маңызды қала болған. Керуендер осы қаладағы сарайларда демалып, сауда жасаған. Жолдың солтүстік батыс бөлігінен Маңғыстау мен Ақтау арқылы Еуропаға
Олар жібек жолының Қазақстанға рөлі өте зор болған. Оның рөлі зор болған. Оның арқасында тек сауда ғана емес, экономика мен мәдениет те тілінде ғылымда дамыған болады. Егер ұлы жібек жолы қазір Қазақстанда болмаған болатын болса, егер болмай ол Қазақстанда жүрмеген болатын болса, онда біздің мәдениетіміз, экономикамыз, біліміміз, ғылымымыз дамымай қалады. Рахмет, жақсы. Келесі. Dünyada bazıları çocuklarına, dünyasını kadar tutamaz. Haydi. Ұлы жібек жолы Шығыс Азиядан бастау алған, яғни Қытайдың Чаңнан, яғни қазіргі Тянь қаласынан, кейін Ланчжоу, Дунхуан, Туфан, Пошкар және Хатон қалаларын басып кеткен. Және де Тянь Шань тауларының батыс сілмелерін, сонымен қатар Такламакан шөлін де басқан. Және осы аймақтар арқылы Орта Азияға фарфор, дәндеушілер, чайлар, жібек маталарын бармас керуендер арқылы. Ұлы жібек жолы Қытайдан шығып, Орта Азияға келеді. Ол бізде Қазақстаннан басталып, біздің Түркістан, Отырар, Тараз және Испежақ қалаларына келді. Бұл жақта ірі сауда және мәдениет орталығы үлкен болып дамыды. Және одан кейін бізде Қырғызстандағы, Балақтағы, Сойыр бағыттар келді. Одан кейін бізде Өзбекстандағы әлемге әйгілі Бұхара, Самарқан және Хиуа қалаларына өтеді. Ал Түркістандағы Мерв пен Ниса қалаларына өтеді. Ол жібек жолынан бұл жерде Таяу Шығыстан Кавказдан бастап Еуропаға қарай өткен. Таяу Шығыста Парсы және Араб аймақтары және Таяу Шығыста Самаданнан басталып, Иран, Ирак, Сириядан өтіп, Кавказға қарай бет алынса. Бұл жерде Армения, Грузия және Әзербайжан. Одан кейін өтіп, Турцияға қарай басып, Стамбулдан жерорта теңізін өтіп, Грецияға қарай бағыт алады. Жақсы, рахмет. Ол жолдың соңғы халықаралық бағыты еді. Өте дұрыс. Жақсы, отырамыз. Жақсы, балалар, қазір қараңыздар, жаңа сіздер дүниежүзілік бағыттарын көрсеттіңіздер, Қазақстан бағыттарын көрсеттіңіздер. Сол кезде картадан негізі мына бағыттарын толығымен көрсетуіміз керек еді. Сол жағында да көңіл аударсаңыздар, жақсы, жарайды. Келесі солда. Үшінші тапсырмаларға қараңыздар. Мәтін мен жұмыс функционалдық сауаттылық бұл жерде. Текст талдау. Тапсырмаларды ашамыз. Қараңыздар, бірінші топ сіздер Түркістан құлан қалаларына жаңағы талдау жасайсыздар, алдарыңыздағы мәтіндер берілген, жақсы ма? Сіздер екінші топ мәтін алдарыңызда берілген, сіздер отырар Испежақ және Қалпис қалаларына саяси, экономикалық, әлеуметтік технологиялық жағынан талдау жасаймыз. Жақсы ма? Кірісе кіресіз. Экономикалық, саяси, мәдени Sizlerde halk izleyi yakından alıydı. Gençler, ben bağlılığınızı aldınızlar. Havadan beri мәліметтің қол алып жатсыздар. Bu жерде қарт жойылады. Алып жатсыз келin. Түркістан қаласы бойынша саяси талдау. Түркістан қаласы аймақтың діни және рухани орталығы болып саналған. Қазақ хандарының жылдары орналасқан саяси тұрақтылық қаланың дамуына ықпал етті. Ел тарапынан қорғау мен қолдау болған. Жақсы. Түркістан қаласы қай жерде тұр? Түркістан қаласы, Түркістан бұрынғанда оққандай атамеді. Жақсы қаласы, жақсы жарайды. Келесі. Түркістан қаласы бойынша экономикалық факторлар. Ұлы жібек жолы бойында орналасуы шаудан дамуына әсер етті. Сол сауда, базарлар дамыды. Керуен жолдары арқылы халықаралық сауда жүргізілді. Қала ірі сауда. Жақсы. Келесі сізде қалай?
Түркістан қаласы бойынша әлеуметтік факторлар халық саны өсті, діни орталық ретінде танылды, мәдениет пен білім дамыды, түрлі халықтар арасында мәдени байланыс орнады. Сен жақсы келесіз. Сыртқы қаласы бойынша технологиялық факторлар, қолөнер өндіріс, сыртқы сергелдік құрылыс ісі дамыды, ақша айналымы және мәдениеттің дамуы іске асырылды. Олар қала құрылысы мен сәулеті өндіріс өте қатты дамыды. Секелесіз, сіздер дайынсың, айта берейік. Ақкөл қаласының саяси факторы. Қала ұлы жібек жолы бойында орналасқандықтан стратегиялық маңызы болды. Билеушілер арнайы қорғаныс қабырғаларын салды. Сауда жолын бақылау арқылы аймақтағы саяси ықпалын күшейтті. Жақсы, келесі кестесі. Талап қаласы экономикалық факторларда заявку случайно чайкера, Жақсы, келесі. Ақкөл қаласының әлеуметтік факторлары. Түрлі ұлт өкілдері қоныс тұранды, халық саны өсті, мәдени алмасу дамыды. Жақсы. Ақкөл қаласының технологиялық факторлары. Күйдірілген көпіштерді рисалында су құбырларының кәріз сүзбесі болған. Болды, иә? Жақсы, болды қой, иә? Қатырмалар, сіздерде қалпизадан қайғалайын дейсіз? Пічап айтпайсыздар ма? Пічап қаласылар өткірді. Пічап қаласының саяси факторы. Қала әрі әкімшілік орталықтарының бірі болды. Билеушілер тарапынан ерекше қорғалды. Сауда жолын бақылау саяси бедел әкелді. Жарайды. Экономикалық факторлары ата қару-жарақ және ауыл шаруашылығы өнімдері сатылған болады. Жарайды. Пічап қаласының әлеуметтік факторлары. Ислам діні кең тарады, ғалымдар мен дін қайраткерлері шыққан, қала мәдени және рухани орталыққа айналды. Жақсы, жарайды. Пічап қаласының технологиялық факторлары. Қаланың құрылыс құралдары мықты салынды, құрылыс тәсілдері шешілді. Жақсы, сіздерде Құлар қаласы қалып қалды ғой, аха? Иә. Құлар қаласы бойынша саяси талдау. Түрік парламенті кезеңінде маңызды қала болып саналған, әкімшілік орталық қызметін атқарды. Сауда жолдарын бақылауда ұстаған болады. Жақсы. Құлар қаласы бойынша экономикалық факторлар. Ұлы жібек жолының бойында орналасқан, сауда және айырбас қатынастары дамыды. Мал шаруашылығы шаруашылығы қатарлас. Жарайды. Құлан қаласының әлеуметтік факторлары. Құлан саудагерлер мен қолөнершілер тұрған Құландан көп ұлтты орта қалыптасты, қаланың мәдениеті дамыған еді. Жақсы, жарайды. Құлан қаласы бойынша технологиялық факторлар. Құлан қаласында қолөнер өндірісі өте қатты дамып, қалада қолөнершілер оңасын сәулет өнері қатты дамып және де төтеп шабуылдан қорғаныс бекіті салынды. Жақсы, жарайды. Әр тапсырма бойынша біз өзімізді бағалауды ұстаймыз балдар, иә? Жақсы, келесі тапсырма қараңыздар. Енді сіздерге әр топқа жасанды интеллект арқылы жарнамалық ролик жасайсыздар. Түсінікті ма? Сіздердің қалаларыңыз берілген Отырар қаласы, сіздер Тараз қаласы. Тез смартфондарыңызды пайдаланасыздар. Тараз Отырар қалаларына жарнамалық ролик. Бүгінгі бағадан бері мәліметтерін барын алып жатсыздар ғой, иә? Сол екі қалаға жарнамалық ролик жасанды интеллект арқылы. Отырар қаласы, бұрынғы Қарат қаласы ғой. Ақтарбекте мегерген қала. Олай бір тарихи кесенелер бар, тарихи жәдігерлер қорғаныз. Жасаңыздар, видеолар. Сіздерге Сергей Шпейлерді сәлем. Сен қасынеш болды. Ana жерде чораттар, соны жүргізіп, жарнамалық талдау жасап, шуштан соң, yes,
Dahil bolsanızlar hazır. Bu benim çevrem bir spottan çıkıyor. Dahil bakıyorum. Onda siz vereceksin, asil vereceksin. Hatta dahil Zaten dahil. Aha. Biraz nasıl Oda Sizler de var. O da Galatasaray'a. Sizler de hiçbiri Oda tarihten terin tanısının belirlediği gene. Kilimin yılda, Nijerya kazma uğrunda, ondan yılda boyunlu hikayeler. Her köşesi tarihi, her tasası bir toğran. Sizde bu 20 yılının destur ve zamanı hükümetin toğusunda tutuyorum. Bu devletin öğreninin hazırlığı zamanının hükümeti şehirde ilişkin kala oturar. Tarihten tabda 90 yer oturar. Oluş bir yolunun har yolası. Bunda asırlar boyu yüzleyen halklar ilişkilerinin savdagerleri çoğuldu. Әлемнің төрт бұрышынан келген мәдениеттер тоғысқан өлке. Осы жерде басталған жол тек тас жол емес, адамзат тарихының тынысы. Сауда, ғылым, өнер мен жаңа ілімдерге сенім. Бүгінде отырар тарихи мұра мен заманауи дамудың біртұтас өрнегі. Туризм, білім, мәдениет, болашаққа бастар жол. Мұнда сіз өткенді сезініп, бүгінгі сізде болашаққа армандайсыз. Жақсы қараңыздар. Енді бұл тапсырмалар сіздерге не үшін беріліп отыр? Бұл тапсырма сіздердің медиа сауаттылық. Одан кейін цифрлық дағдыларыңызды дамытуға берілген. Енді бұл жерде бағана сіздер тапсырма орындаған кезде қарадыңыздар ма? Астында дескрипторлар тұр ғой. Көрдіңіздер ме? Жаңағы тарихи деректер, иә? Жаңағы сіздер отырар қаласы туралы тарихи маңызды нақты айтылу керек. Көрсетілу керек, иә? Одан кейін логикалық бірізділіктерді көрдіңіздер ме? Роликтің желісі өткенде бүгінге немесе керуен жолмен принципте негізінде болу керек деп тұр. Сол жерде біраз сіздерге қосып жіберулеріңіз керек еді, логикалық бірізділікте. Ақпараттық құндылықтар, сауда тауарлары, мәдени нелерді тасымалдау, мәдени элементтерді олар жақсы. Жақсы, сіздер де келесіз? Қарыз дейді. Bir-birlerini alıp bozanlarımız boz ayıp olduğunuzda ya, nan bozur жүргендер, nan bozur жүргенде қалады. Екатерина, тағы ондай заманға кеткен қасиетті қала. Бұл шаһардың жасы 2000 жылдан асады. Тараз қазақ жеріндегі ең көне қалалардың бірі. Ол ұлы дала өркениетінің дамуына үлкен үлес қосқан. 6-12 ғасырларда Тараз Ұлы Жібек жолы бойындағы ірі саяси әрі мәдени орталық болды. Мұнда сауда дамып, ғылым мен қолөнер өркендеді. Әр елден келген саяхатшылар мен саудагерлер осы жерде бас қосқан. Қала жайлы деректер орта ғасырлық жазбаларда да кездеседі. Тараз бір кездері Қарахан мемлекетінің маңызды қалаларының бірі болған. Бүгінде көне Тараздың орнында тарихи ескерткіштер мен археологиялық қазбалар табылып, қала тарихының тереңдігін дәлелдеп отыр. Көне Тараз археологиялық паркі ғасырлар сырын сақтаған екен. Тектұрмас тарихи мәдени кешені өткен дәуірдің куәсі. Тараз өткеннің үнін бүгінге жеткізген қала. Тараз тарихпен тыныстаған шаһар. Жақсы, жарайды. Енді қараңыздар, бұл жерде бағана айттық қой, сіздер цифрлық сауаттылық дедік, иә? Сіздер жалпы қандай платформалар арқылы жасадыңыздар, қандай жерге кірдіңіздер, жаңа жасаған кезде? Одан кейін жақсы. Енді қараңыздар, жаңа Тараз қаласын сіздер интернет арқылы жарнамалық ролик жасаған кезде кеселелерді қосып жіберу керек негізі. Ана жерде дескрипторға қарасаңыздар, жәдігерлер, кеселелер деп көрдіңіздер ма? Соларды қосып жібергенде бұдан да керемет жаңағы видео мәліметтен шығармыз, иә? Жақсы балалар, енді соңғы тапсырма бізде қараңыздар, аналитикалық сұрақ, бұл жерде жеке жұмыс, балалар, егер Ұлы Жібек жолы болмағанда Қазақстан қалалары дамымайды дейді. Ойланамыз. Енді осыны Фокс формуласынан алып қайтесіздер, айтасыздар. Бұл жерде жеке айтасыздар. Түсінікті ма? Түсінікті.
Жеке бөледі. Жеке бұл жерде тұрып барлық жеке. Дәлел істер. Түсінікті ме сұрақтың барлығы? Дайын болсақ, дайын болсақ, мен мағынада бер алып жатырмыз, ол жібер жол туралы, иә? Дайын болсақ, онда кетіп алып қапыңыз алып жақсы айтамын. Өз ойларыңыз енді айтыңыздар. Менікі позиция, платформаларда позиция. Менің ойымша, егер ұлы жібек жолы болмағанда Қазақстан қалалары мұндай деңгейде қарқынды дамымас еді. Себебі ұлы жібек жолы қалалардың экономикалық, мәдени және саяси тұрғыдан өсуіне тікелей әсер еткен. Жарайды, жақсы келесі қойды. Алып жарайды. Платформасы бойынша мен өзімнің жинаған ақпараттарын айта кетсем, себебі ұлы жібек жолы арқылы Қазақстан аумағы шығыс пен батысты байланыстырған маңызды сауда көпіріне айналған болатын. Сауда керуендері түрлі елдерден тауар, мәдениетті, білім және технология алып келіп отырған. Соның нәтижесінде қалалар, базарлар, керуен сарайлар, мешіттер мен медреселер салынып отырған. Халық саны көбейіп, қолөнер мен сауда дамыған. Егер бұл жол салынбаса, яғни дамымас еді деп ойлаймын. Жарайды, жақсы келесі. Мысалы, осы ұлы жібек жолында Тараз бен Отырар қалалары болды. Олар осы ұлы жібек жолының арқасында дамыды. Мысалы, Тараз қаласы сауда мен ғылымның орталығы атанды. Ал Отырар болса мәдениеттің және ғылымның орталығына атанып кетті. Осыған байланысты. Себебі Әл-Фараби сияқты ұлы ғұлама халыққа дүниеге келген қалай. Жақсы. Мен қорытынды ойлаймын. Сондықтан егер ұлы жібек жолы болғанда Қазақстан қалалары баяу дамып халықаралық деңгейдегі орталықтарға айналып түседі. Жақсы, бұл енді өз ойларыңыз, иә? Жақсы, сіздерде Менің ойымша ұлы жібек жолы болмағанда Қазақстан аумағында қалалар пайда болар еді. Бірақ олардың дамуы әлдеқайда баяу, әрі ауқымы шағын болды. Жақсы. Келесі кім дайындық? Қалалар табиғи ресурстар мен өзен көлдерге байланысты қалыптасқан. Қазақстанда Сырдария, Талас өзендері бойында отырғыш мәдениеті дамыды. Ұлы жібек жолы қалалардың дамуын кеңейтті, сауда мен мәдени алмасуды өте күшейтті. Ол үшін ойлаймын, ұлы жібек жолы болмағанда Қазақстан қалалары жарайды. Келесі Мысалы, Тараз, Отырар, Саян қалалары керуен жолының бойында орналасқан ірі сауда және мәдени орталықтарға айналды. Отырарда кітапханалар жұмыс істеп, ғылым дамыды. Таразда түрлі елдердің саудагерлері бас қосқан. Егер олар халықаралық сауда желісіне қосылмаса, мұндай деңгейге жетуі қиын болар еді. Әлемдегі ең бар кітапхана, иә? Жақсы. Тағы алып көрсек. Қазақ жерінде қалар қалыптасар еді, яғни бірақ та олар әлемдер өркениетпен байланыстырады, әсіп болар еді. Жалпы ұлы жібек жолы қалалардың дамуына шешуші себепкер болған тарихи фактор болып саналады. Жақсы. Рахмет балалар, көп рахмет. Енді қараймыз. Бүгінгі сабақ түсінікті ма? Енді қазір сіздерге еркін микрофон арқылы сіздерге жаңағы сабақты қайтеміз, қорытындылаймыз, иә? Сабақтан не түсіндіңіздер, қандай қызықты мәлімет алдыңыздар, қайсысы жаңа түсініксіз болды, әрқайсыларыңыз қазір енді өз ойларыңызды айтып жіберсеңіздер. Мен бағана сабақтың басында айттым ғой сіздерге, бағалау парағы берілді. Бұл бағалау парағы бойынша әр тапсырма сайын өздеріңіз бағалау оқуыңыздарыңыз керек.
Қазір қорытынды бағаларын сәйкестер, иә? Мен өзімді бағалай кетсем болады ма? Дайынсың уже беттесің. Жақсы айта ғой, жақсы. Ал сабақ туралы ойың қандай болды? Менің осы бүгін ұлы жібек жолы туралы сабақта түсінген заттар өте көп. Алған деректерім де өте көп. Мен ұлы жібек жолы қай жерден басталып, Қазақстанның қай қаласын басып, дүниежүзілік бағытта қай бағытта бар, қай бағыттан басталып, қай бағытта өткенін де көрдім. Қай қалалар ең маңызды нүктелер екенін де көрдім. Қай қалалардың маңызы қандай екенін де көрдім. Бірақ та алайда менің қазіргі өзім қатты белсенді танытқан тапсырмаларда мен ұлысбек жолындағы қалалар туралы айта кеттім. Және де Түркістан мен Құлан қаласының технологиялық факторларын кітаптар тауып оқып түсіндім. Алайда қалған жеке тапсырмаларда мен өзімді қатты белсенді көрсете алмадым деп ойлаймын. Себебі мен өз ойымды дұрыстап жеткізе алмадым ол жерде. Жақсы, қорытындыға. Қорытындыда мен өзіме 82 балл деген баға қоя аламын. 82, иә? Жақсы, жарайды. Себебі тағы кім бар енді? Келесі, ал Динара маған ұлы жібек жолы туралы жаңа мен ұлы жібек жолы туралы жаңа мәліметтер білдім. Ұлы жібек жолы арқылы өткен Қазақстандағы бағыттары және сол қалалардың дамығаны туралы білдім. Сонымен қатар топпен жұмыс жасауда белсене қатыстым. Өз ойымды жақсы білдіре алдым. Және де сабақ маған қызықты әрі керемет етті. Жақсы, 80 балл. Жақсы, жарайды, отырған келесі тағы алан. Бүгінгі тақырыбымыз болды. Мен бұған ұлы жібек жолын өткен едім. Бірақ бұның көбірек қолынан деректерді мен ақпаратты алдым. Осы уақытқа дейін бұл тақырып дейістің біз топ бойынша өзіміз ықпалымызды тигіздік. Әр тапсырмаға топпен келдік. Және мен бүгін дүниежүзілік қаншалысы туралы тапсырмаға шығып, өзіме жақсы көрсеттім деп ойлаймын. Дүниежүзілік бағыттарын көрсеткен кезде, иә? Жақсы, жарайды. Қаншаға бағалайсың өзіңді? Жақсы, жарайды. Рахмет. Келесі кім тағы өзін бағалайды? Әрмен өзін бағалайды ма, айта ғой. Бүгін сабаққа белсене қатысып болды. Ұлы жібек жолы туралы көптеген ақпараттар алдым. Ол Қазақстандағы картасымен жұмыс жасағанда көп қалалардың атауын білдім. Және олар қандай бағытта дамығанын білдім. Және де 3-4 тапсырмаға белсене қатыстым. Осыған байланысты өзімді бағалай отырып 91 балл. Керемет. Жақсы балалар, иә? Онда барлықтарыңыз өздеріңіз бағаладыңыздар ғой, иә? Жақсы. Сіздерге бүгінгі сабақ үшін көп рахмет. Қызықты да әрі жаңағы мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын. Ендігі тапсырма ұлы жібек жолы бойындағы тауар айырбас тақырыбында эссе жазып келесіздер. Саламатта болыңыздар. Болып шыға береміз. Шыға береміз. Құрметті әріптестер, Жазира Бағдәулетовна, талдау жасайсыздар ма? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін міне жаңа сағат 11-де Алматы экономикалық колледжінің Нұрғалиева Назгүл Советовна Алматы экономикалық колледжінің тарих пәнінің оқытушысы іс тәжірибесін таратты. Назгүл Советовна, өзіңіз бірінші сабағыңызды талдап шығыңызшы. Қандай мақсатыңызға жеттіңіз ба, қандай кедергілер болды? Жақсы нәтижеңізді өзіңіздің айтып шығыңыз. Содан кейін сіздегі әріптестер Муталиева информатика пәнінің оқытушысы, Белгожаева қазір неге шықсын байланысқа? Саламатсыздар ма, әріптестер. Бүгінгі менің сабағымның тақырыбы Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы ұлы жібек жолының рөлі деген тақырып.
сабақтың мақсаты Қазақстан аумағындағы қалалардың пайда болуы, оның дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі, Ұлы Жібек жолының Қазақстан аумағындағы жүріп өткен бағыттары, Ұлы Жібек жолының тарихи маңыздылығы, Ұлы Жібек жолының экономикалық жаңағы саяси мәдени әсерлері сабағының міндеті. Барлық алға қойған мақсат міндеттеріме жеттім. Бұның таксономиясы бойынша балалар барлық тапсырмаларды орындады. Енді кедергілер кездесті. Картамен жұмыс жасаған кезде біраз балалар тақтаға шыққан кезде састалақтап қалды енді. Одан кейін жасанды интеллект бойынша жарнамалық ролик жасады ғой. Сол кезде негізі әр топтан бір студенттер шығып, роликтің жаңағы тарихи бірізділігі, логикалық бірлестігі мына жақта дисциплиналар қойылды ғой, сол туралы айтып жіберу керек еді. Мен сондай біраз нелер болды. Бірақ сабағымның толық мақсатына жеттім. Жақсы, керемет деп ойлаймыз сабағым. Рахмет. Аха. Өзіңіздің колледжда 2 оқытушыны атадым ғой, байланысқа шығыңыздаршы, сабақты алдаңыздар. Саламатсыздар ма? Назгүл Муталиева деп Алдабергеновтің танымы. Бүгінгі өткеннің оқытушысымын. Совет қызының сабағына қатыстым. Жаңа облыс көлемінде өтіп жатқан ашық сабағы. Сабақ Ұлы Жібек жолының рөлі. Сабақ жалпы жақсы өтті. Мақсатына жетті. Назгүл сабағында барлық цифрлық технологияларды қолданып жатыр барынша. Жаңағы сервистерді қолданып жатыр. Жібек жолын, жаңағы жасанды интеллектті қолданып жібек жолы туралы видеоларда жасап жатыр, студенттер жасап жатыр. Барлығы активті түрде қатысып, сабаққа тапсырмаларды орындап, берілген тапсырмалардың бәрін орындап жатыр. Видеоматериалдарда көрсетіп жатыр, электрон тапсырмаларды орындап жатыр. Жалпы сабақ маған ұнады, өте жақсы өтті. Сабақ жоспары заманауи талаптарға сай құрылған, студенттердің белсенділігін арттыру цифрлық ресурстар мен интерактивті әдістерді орынды таңдап, өз орнында қолдана білді. Оқытушының педагогикалық шеберлігімен сабақтың логикалық бірізділігі жоғары деңгейде көрінді маған. Менің пікірім бұл. Рахмет Назгүл Советқызы, сіздің алдағы күндеріңізге, сабақтарыңызға сәттілік тілеймін. Сабақ өте жақсы өтті. Рахмет әдемі сізге. Тағы әріптестер бар ма пікірін айтатын? Мен Назгүлдің әріптесімін, Белғожаева Тұрсыншаринқызы. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр дауысың. Бүгінгі Назгүлдің тарих сабағында өткен Қазақстан мәдениетінің дамуында Ұлы Жібек жолы тақырыбында өтілген сабағы өте жоғары деңгейде өтті. Назгүл өзінің сабақ жоспарынан басталған кезде болса, сабақ жоспарындағы мақсаттарын, міндеттерін, күтілетін нәтижелер нақты, дұрыс талапқа сай жасалынған. Сабағында осы жасалынған жоспар бойынша өте жоғары деңгейде өтілді. Сабағында жасанды интеллектілерді пайдаланып, білім алушылармен жақсы жұмыс жасалды. Және білім алушылар өзін-өзі де бағалауларда жоғары деңгейде өтілді. Сабақта алынған видеоматериалдары тақырыпқа сай жасалынған. Назгүл Советқызының өткен сабағын өте жоғары деңгейде өтілді деп бағалай аламын. Рахмет, Назгүл, жұмысыңа сәттілік, табыс тілеймін. Рахмет. Мерекелеріңізбен Назгүл Советына. Мен бір-екі ауыз айтайын, әріптестер, сәлеметсіздер. Жақсы айтыңыз. Мен Алматы экономикалық колледжінен Оңғарова Ақмарал. Бүгінгі сабақ маған ұнады. Назгүл Советовна студенттерді қызықтыра білді. Студенттер сондай жақсы қатынасып отырды, маған ұнағаны. Сонымен қатар сабақ мақсатына жетті. Назгүл Советовна, мен басынан бастап көрдім, өзіме де керекті жақсы нәрселерді алдым. Маған ұнағаны қазіргі талапқа сай функционалдық сауаттылықты өте жақсы балалар меңгерген. Одан кейін қазіргі заманның талабына сай жасанды интеллекттің жаңағы элементтерін балалар біліп, соны қосылып, бірге түсініп отырғанына мен қуандым. Сіздерге сәттілік, рахмет әріптестер. Келе жатқан 8 март мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет.
Басқа әріптестер, басқа колледждан әріптестер пікір айтамыз ба? Қатысып отырсыздар ғой. Әріптестер. Так, онда мен өзім айтып кетейін. Так, Назгүл Советовна, сізге көп рахмет мерекеңізбен. Бүгін Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі Қазақстан тарихынан жақсы өзіңіздің іс тәжірибеңіз таратып отырсыз. Жалпы сіздің сабақта пайдаланған дидактикалық материалдарыңыз білім алушыларға сараланған тәсілді қамтамасыз етті деп айта аламын. Сабақтың мақсаты сабақ тақырыбына сәйкес келеді. Одан кейін сабақ мақсаттары білім алушылардың жұмысынан күтілетін нәтижені ашады. Ең бір сәтті шыққан жері білім алушыларыңызда жоғары ынта, тұрақты қызығушылық болды деп айтам. Себебі белсенділік өте жақсы болды. Студенттеріңізде көп рахмет. Яғни бұл деген біздің мен видеом қосылмай тұр ғой. Яғни бұл деген сіздің бір осы бүгінгі ашық сабақта ғана емес, жалпы барлық сабақта осындай үрдіс қалыптасқанын көрсетеді. Сондықтан сізге еңбегіңізге өте көп рахмет. Және білім алушылардың тағы да жаңа алдыңғы осы Алматы экономикалық колледжінде айтып едім. Колледждегі алдыңғы әріптесімізге Ботагөзге сіздерде осы бағалау процесі өте жақсы. Білім алушылардың өз қызметінде бағалау процесіне жақсы тартылды деп айта аламын. Одан кейін сондай темп, сондай жылдамдық сізде и балаларыңыз да сізге ілесіп отыр. Бір тақырып жаңа тапсырмадан кейін кері байланыс. Одан кейін тағы бір сәтті жер деймін, сабақ жоспарыңызды қазір қарап отырып, сіздің жаңағы мұғалімнің кейін соңында бір ести алмай кеттім да, мен интернетім нашар тұрма. Мұғалімдің сабақтың мақсатына қайта оралу, бұл да методиканың жақсы бір несі. Сол соңында кері байланыс кезінде сабақтың мақсатына қайта оралып нақтылап жатсыз. Бұл да сіздің бір қорытындылады ғой өзі. Қорытындылады. Бұл да мұғалімнің тағы да бір ерекше жұмысы, өзінің жетістігі деп айта аламын. Өте жақсы. Ең соңында сіз жаңағы егер Ұлы Жібек жолы болмағанда Қазақстан қалалары дамырмай еді деген үлкен жаңағы балаларға жүйелі ой айтатын сұрақ қойдыңыз. Бұл да сәтті шықты деп ойлаймын. 100 балмен қойыпсыз. Тапсырмаларыңыздың бәрі жеңілден күрделіге құрылған. Сондықтан сізге тек сәттілік. Мен өте қуаныштымыз. Мына шамшырақ жобасында көбіне жас мұғалімдер отыр. Әттең мына праздниктің алдында ма, мен жаңа қайта айтып жатырмын. Жалпы 16 мұғалім сіздің сабағыңызға қатысты. Сіздің сабағыңызға қатысқан әріптестер өкінбейді деп ойлаймын. Өздеріне керекті бір жақсы мәлімет, жақсы әдіс, осындай болашақта менің де сабағым болады деген ой кетті деймін. Сондықтан сізге Назгүл көп рахмет, сәттілік тілеймін. Әріптестер, уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға көп рахмет. Болашақта осы шамшырақ жобасында әлі талай жоспарға сәйкес жұмыстарды бірлесіп атқарамыз. Сіздердің ұжымдарыңызға көп рахмет. Бүгінгі сабақтарыңыз жақсы деңгейде өтіп жатыр. Сау болыңыздар, рахмет. Сау болыңыздар. Әріптестер. Құрметті әріптестер, Жазира Бағдәулетқызы, сізге үлкен рахмет. Осындай шамшырақ жобасының аясында мына оқытушылардың тәжірибесін таратып жатырсыздар. Бұл оқытушылар үшін үлкен тәжірибе бөлісу деп ойлаймын. Бүгінгі сабақтардың бәрі өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Сабаққа қатысып, өздері тәжірибе жинақтаймын деген жас мұғалімдер үшін өте керемет сабақ болды. Әрдайым осындай оқытушыларға шығармашылық табыс тілейміз. Еңбектеріңіз жемісті бола берсін. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет, Гүлжамал Қалдыбекова. Рахмет. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыздар. Назгүл, сәттілік, жақсы. Тамаша, Назгүл Советовна. Назгүл Советовна, керемет сізге келіп тәжірибе аламыз, қалай өткізгеніңіз туралы.
материалдар аламыз бұйырса. Кабинетінен шықпайтын болдық қой енді Назгүлдің. Айтпаңыз. Иә. Аха. Кабинет